Ал саламатсыңдар ма оқушылар? Саламатсыңдар ма? Отырыңдар. Бүгінгі біз сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбын айтпас бұрын бәріміз тақтаға қараймыз. Осы суретте не бейнеленіп тұр? Жайлау, тау, тағы аттар мына жерде, өзен, осындай әдемі бізде табиғат суреттеліп бейнеленіп тұр. Осы суретке сендер қандай ат, қандай тақырып қояр едіңдер? Менің жайлауым деп, Алина, иә? Менің өлкем дейді. Және де басқа кімге қандай нұсқа бар? Қандай осы суретке тақырып қоюға болады? Айша? Қазақстандағы жайлау дейді. Аха, жарайды, мақұл. Иә, дұрыс айтасыңдар. Жалпы сендердің нұсқаларың осы суретке келіп отыр. Жалпы бұл жерде жайлау суреттеліп отыр, иә? Демек, бүгінгі біздің тақырыбымыздың сабағы осы жайлау туралы болады екен. Біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы жайлаудың ауасы таза деген тақырып бойынша танысамыз. Және де біздің сабағымыздың мақсаты жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу. Осындай мақсат қойылып отыр. Ал оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызда кездесетін мынандай жаңа сөздер бар. Осы сөздермен біз қазір танысып алайық. Күні, түні, қармақ, жергілікті, айырмашылық, тыныш, бейімдел, епті, нәзік, қандай керемет. Я оқушылар, бүгінгі біздің сабақта кездесетін осындай жаңа сөздеріміз бар. Ол сөздермен танысып алдық, иә? Олай болса, бәріміз кітабымызды ашып, бүгінгі тақырыпты ашып, мәтінмен танысатын боламыз. Келесі біздегі тапсырым, бұл жерде оқылым тапсырмасы, яғни мәтінді оқып, танысып шығамыз. Алина, мәтінді бастаймыз. Сәлемді сыныптың қалай жас бойы жайлауда болып, электронды поштамды бүгін аштым. Көп хат келіпті. Сенің хатыңды алдық, рахмет. Ертөре жазғы демалысты қалай өткіздің? Сен жайлауда болдың ба? Мен жазда жайлауда болдым. Өзеннен балық ауладым. Ауылдың тыныс тіршілігі басқаша. Әжем самарумен шай қайнатты. Мен әжеме көмектестім. Әжем қазанға әртүрлі тамақ пісіреді. Әсіресе қордағы өтеді. Мәтіннің келесі бөлігін, келесі азат жолды Настя жалғастырамыз. Жайлаудың ауасы таза әрі салқын. Самал желі мен бұлақтың суын Айтсаңшы. Арсен. Сынды жанында су ағып жатыр. Ол су таудың етегіндегі бұлақтан басталады. Сондықтан жайлау Ақбұлақ деп аталады. Айнала гүлдер мен ағаштар. Жер кілем секілді шапкасы. Ауылдың қаладан айырмашылығы көп. Жергілікті тұрғындар өте қонақжай. Келесі азат жолды Айша жалғастырамыз. Бірінші рет атқа міндім. Атам мал бағуға көмектестім. Ауыл өміріне тез бейімделдім. Атам, қалайсың балам? Қаланың балалары нәзік болады.
дейді. Таня. Енді мен де ауыл балалары сияқты шымыр әрі епті боламын. Мені жазға демалысым көңілді өтті. Сен жазға демалысында не істедің? Жазып жібер. Сәлеммен Досым Нұрасыл. Ал оқушылар тапсырманы орындап болған болса, бізде келесі слайдта, осы бетте сол тапсырмалардың дұрыс еместігі берілген. Бәріміз осы дұрыс жауап бойынша белгілеп шығамыз. Кімнің тапсырмасы дұрыс емес, сол бойынша баға қоямыз. Жалпы 5 ақпарат, 5-еуіне де дұрыс жауап берген болсақ 5 балл, 4-еуіне дұрыс жауап берген болсақ 4 балл, 3-еуіне жауап берген болсақ 3 балл деп белгілеп шығамыз. Менде 5 болса 4-еу. Егер 4-еу дұрыс болса 4-еу. Аға, бағалап шығамыз. Бағалап болдық па, өзімізді тексеріп, ең жоғары 5 деген балды кім алды? Бәріне дұрыс жауап берген Алина болды ма? Ал 4-еу. 4 сұраққа жауап берген Настя, Арсен, Таня. Айша, сенде 3-еу, 3 сұраққа жауап берді. Мақұл, өте жақсы. Мәтінді біраз болса да түсініппіз. Кейбір оқушылар сәл ғана болса да түсінбепті. Оны үйде тағы да бір рет қайталап, қателеріңмен жұмыс жасайсыңдар. Ал оқушылар, осы жайлау деген сөзіне бізде сіңкебейіміз дайын болса, сол сіңкебейімізді оқып шығамыз. Алина, орныңызға отырыңыз. Жайлау әдемі, шексіз, қуанады, жарсынады, күлкенеді. Мен жазда жайлауға бардым. Тау. Тау, я? Жақсы, өте жақсы. Тағы да оқитын оқушылар бар ма? Айша. Тұра бер, орнымыздан тұрып оқи береміз. Жайлау әдемі, түрлі түсті, қуантады, үйретеді, тартады. Ауылда өте әдемі жайлау. Өлке. Өлке, я? Жақсы. Тағы, Таня. Жайлау әдемі, көркем. Тартады, Қуантады. оңайды. Ұнайды. Қазақстанда дала көп. Қазақстанда Жайлау дала көп дейді. басталды. Отырамыз, жақсы. Осы сіңкебейін әдісі бойынша тапсырмаларды оқып шықтық. Келесі бізде осы сабағымызды жалпы осы уақытқа дейін сендер жайлау туралы, тау туралы не білетін едіңдер, және бүгінгі сабақта не білдіңдер, ал келесі болашақта, келесі сабақтарда не білгілерің келеді. Осы кестені толтырып, жазып шығамыз. Ал Алина оқып шығамыз, не білдім, не білгің келеді, сол жайлы. Мен жайлау ауасы таза болатын туралы білемін. Білдім, сары жайлау өлеңі туралы. Тұлғағали Мақатаевтың сары жайлау өлеңі туралы, я? Мен білгің келеді. Мен білгім келеді таулар түрлері. Таулардың түрлері туралы келесі сабақта білгім келеді. Жақсы, Алина отыр. Келесі Айша. Білдім, мен жайлау туралы білдім. Білемін. Білдім, мен өлке туралы білдім. Білгім келеді, мен жануар және табиғат туралы білгім келеді. Жануар мен табиғаттың екеуінің байланысы туралы келесі сабақта білгім келеді. Осы ескертпелер ескерілетін болады. Келесі сабақта не білгілерің келетін туралы бүгінгі сендерге берілетін үй тапсырмасы, 5-ші тапсырма, осы мәтінде кездесетін
түсініксіз сөздердің аудармасын сендер қазақшадан орысшаға аударып жазып келесіңдер дәптерлеріңе. Бүгінгі сабақты қорытындылайтын болатын болсақ, бізде Алина, Айша өте жақсы бүгінгі сабағымызға қатысты. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.